Арал өңіріндегі тұрғындар арасында барса келмес жайлы аңыздар да жетіп артылады. Солардың бірі былайша желі тарқатады. Баяғыда осы маңайда тұратын тайпалар арасында жаугершілікке тыйым болмай бара жатқасын Ләтбай деген кісі руластарымен құлақ естіп, көз көрмеген алыс жаққа кетіп қалуға қам жасайды. Теңіздің қақ ортасындағы суы тұщы, шалғыны шүйгін, балығы мол, алуан түрлі аң құсы бар. Сексеуілі қалың ғажайып аралға жетіп алмаққа қам жасалды. Бұлар мұз қатқанда күзер жасап, соның үстімен аралдың төріне жетіп алмақ болады. Сол мақсатта изенді арал тұсындағы ақ жартас түбін паналап, шолпанның туын күтіп отырғанда, олар жаққан оттың маңайына жыртық шапанды, тымақты бір ақсақал келіп, Ләтбайға қарап, ол аралдан қорықпаңдар. Қасқыр жоқ, адамдар жоқ. Аралда табиғатты сақтасаңдар, бақытты да ұзақ өмір сүресіңдер. Ұрпақтарың ештеңеден зәрулік көрмейді. Мыңғырған мал болады. Аң құсты өлтірмеңдер. Аққуларға тимеңдер деген екен. Осыны айтқан қария заматында қараңғылық қойнауына сүңгіп жоқ болып кетіпті. Ләтбай оның Қыдыр екенін іштей сезеді. Ал төбеден шолпан көрінген сәтте тайпа түгел орнынан қозғалып, мұзды көпір күзердің үстімен тізбектеліп жүріп өтіп, аралдың қойнауына барып түседі. Қысты осы аралда жақсы өткізген Ләтбай жұрты көктемге қарай тойына бастайды. Қыдыр атаның айтқандары айдай келіп, көп ұзамай олар шектен тыс байи түседі. Осы ұзақ аңыздың ақыры аралдағы ағайынның, баяғы қарияның өсиетін естерінен тарс шығарып, сексеуілді отап, аң құсты қырып, аққуға ауыз сала бастағандықтан бір түнде маңайды түгел жайлаған ордалы жыланның құрдымына айналыпты. Бала кезден барса келмес аталатын аралдың барын естіп, онда адамдар барса жоғалып кетеді, немесе тағы сондай адам айтқысыз қасіретке душар болады деген секілді әңгімелерге қаныққанымыз рас. Расында, осылай аталатын арал теңізінің орта тұсында жұмбақ мекен бар, десек те тұшы, су тапшылығы қорықтың қанат жаюына көптеген кедергілер келтірген еді. Соған қарамай, барса келмес қорығы республикадағы 9 қорықтың ең ерекшесі болып табылады. Барс келместен 60 шақырымдай жердегі Возрождение аралында кеңес үкіметі биологиялық қару жасайтын құпия зертхана ашқан екен. Бұл зиянды қарулар шыққан аралдан да көптеген жақын маңдағы тұрғындар зардап шекті. Бұрынғы заманда жау жан-жақтан қысқан бір тайпа көсемдерінің шешімімен теңіз ортасындағы аралға бас сауғалау үшін көшіп баруды жөн санайды. Олар су бетіне мұз қатқан уақытты тосып тұрғанда, көсемнің көзіне ақсақал көрініп, ол аралдың ешқандай қауіпсіз екенін, егер аң құсына тимей өмір сүрсе, мал жандары аман болып, бақытты ғұмыр кешетіндерін айтып, көзден ғайып болады. Шынында да олар уақыт өте, малдары көбейіп, жауларынан құтылып, мамыражай күйге бөленеді. Адам қиын сәтін, күні күліп шыққан мезетте ақ ұмытып кетеді емес пе? Әбден тәтті өмірдің дәмін сезіп алған олар, аралдың ағаштарын кесіп, жануарларын өлтіріп, бей-берекет тірліктер жасай бастайды. Міне, осы сәтте олардың барлығын ордалы жылан келіп жұтып кетіпті-міс. Бұл оқиғадан соң арал адам атаулыға қас боп алыпты дейді. Әрине, бұл көптің аузында жүрген аңыз ғана. Ал шын өтірігін білетін әзірге тірі пенде болмай отыр. Сол секілді мұнда балықшылар келіп, өз жолдастарын ұшты күйлі жоғалтып алған әңгімелер бар. Қайықпен теңізді шарлаған балықшылар әлдері құрып, аралға тынығуға тоқтайды. Осы кезде аппақ тұман пайда болып, бірер балықшыларды қызықтыра кетеді. Жүрек жұтқандары қызық көріп, тұманға бойлап кеткеннен шықпай қояды. Қалғандары аң-таң, әрлі-берлі іздеп, аттарына атап шақырғанмен ешқандай із, дыбыс жоқ. Балықшылар ұзақ уақыт бойы жағалауда жолдастарын тосады. Тұман тарағанда да кірген қос адам табылмай, ізім-ғайым жоғалып кетіпті.